Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Бүгінгі сабақтың тақырыбы бос уақыт. Тема сегодняшнего урока – свободное время. Біз бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруді және күнделікті өмірде қолданатын таныс сөздер, сөз тіркестерінен шағын мәтіндерді түсінуді үйренеміз, балалар. Әдеттегідей сабақты бастамас бұрын жаңа сөздермен танысамыз. Новые слова сегодняшнего урока – не мен, чем, не мен, чем, бос уақыт, свободное время, бос уақыт, свободное время, шұғылдану, шұғылдану, заниматься, қолданады, қолданады, применять или употреблять, оқы, қайтала. Сен немен шұғылданасың? Чем ты занимаешься? Мен бимен шұғылданамын. Я занимаюсь танцами. Лента қолданамын. Использую ленту. Біз күресеміз. Мы боремся. Күрес – это борьба. Екінші тапсырма, 80-ші бет, мәтінді оқы. Прочитай текст. Әлібек бос уақытында күреспен шұғылданады. Свободное время Әлібек занимается с борьбой. Ол дүйсенбі, сәрсенбі күндері жаттығуға барады. Он ходит на тренировку по понедельникам и средам. Жаттығу 5-те басталады. Обучение начинается в 5. Әнел бос уақытында бимен шұғылданады. Свободное время Анель занимается танцами. Ол лента қолданады. Она использует ленту. Әнел бейсенбі, жұма күндері биге барады. Анель ходит на танцы по четвергам и пятницам. Жаттығу 4-те басталады. Репетиция начинается в 4. Әлібек пен Әнел бос уақыттарын дұрыс пайдаланады. Әлібек и Анель правильно и грамотно используют свободное время. Сен бос уақытыңды дұрыс пайдаланасың ба? Ребята, а вы разумно используете свое время? Свое свободное время. 4-е задание, 4-ші тапсырма. Оқы, дұрыс жауабыңды тауып айт. Мы прочитаем и найдем правильный ответ по тексту. Әнелдің жаттығуы нешеде басталады? Во сколько начинается? 4-те басталады Әнелдің жаттығуы. Әлібектің жаттығуы нешеде басталады? Әлібектің жаттығуы 5-те басталады. Письменное задание. Жазылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма, 6-е задание. Қажетті сөздерді қойып жаз. Вставьте вместо многоточий нужные слова и пишите в тетради. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.